Сәлем достар, сіздерге бүгін өте дәмді, тойымды, дастарханның көркін ашатын гнездо глухаря салатының рецептін ұсынбақпын. Видеоны соңына шейін көріп, Маралмен бірге болыңыздар. Ең алдымен тазаланған картобымызды Корей теркасына арналған теркадан өткіземіз. Картобымыз бірігіп қалмас үшін бірнеше мәрте салқын сумен жуамыз және құрғақ майлыққа кептіріп аламыз. Қызып тұрған майымызға картобымызды аздап сала отырып қызарғанша қуырамыз. Жақсылап қуырылған картобымызды құрғақ майлыққа артық майлары сіңіп кету үшін сүзіп аламыз. Және қалған картобымызды дәл осылай қуырып аламыз. Ыдысымызға жұмыртқаның сарысын, аскөкті және ұсақ теркадан өткізілген пармезан ірімшігін саламыз. Оның үстінен біраз қасық майонез және дәміне қарап тұздан сеуіп, барлығын жақсылап араластырамыз. Және бөденен жұмыртқасына ұқсатып, осылай дөңгелектеп жасаймыз. Ал жұмыртқаның ағын майда көбек етіп тураймыз. Туралған жұмыртқаның ағын кеңірек ыдысымызға салып аламыз. Қайнатылған тауықтың төс етін жіңішкелеп көбек етіп тураймыз. Туралған тауықтың төс етін де ыдысымызға саламыз. Келесі кезекте бір қиярымызды ортасынан бөліп, содан соң жіңішкелеп, бұны да көбек етіп турап шығамыз. Келесі кезекте бір бас пиязымызды ашып, сонан соң ортасынан бөліп, жіңішкелеп, көбек етіп турап шығамыз. Жуылып тазаланған аскөгімізді ұсақтап турап салатымызға саламыз және дәміне қарап майонезден және тұздан қосып барлығын араластырамыз. Салатымызды тарелкамызға саламыз және де ортасын қасықпен осылай ашамыз. Силиконды күрекшенің көмегімен салатымызды осылай құстың ұясына ұқсатып форма береміз. Және де бетінен картошкамызды қойып шығамыз. Беткі жағына аскөктен осылай сәндейміз және де алдын ала жасалған жұмыртқамызды қойып шығамыз. Біздің өте әдемі салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіз. Егер сіздерге видеоңызға лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.